Саламатсыздар ма? 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі біздің сабағымыз әдебиеттік оқу. Сабағымыздың тақырыбы не ауыр, не жеңіл. Сабағымыздың мақсаты оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөлу. Әр бөлікке ат қойып, жоспар құру. Шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін бірінші немесе үшінші жақта өзгертіп, жағдаяттар қосып, оқиғаларды өрбітіп, қолданып, шығарманы қысқаша, толық, ішінара мазмұндау. Салмақсыздық. Оқушылар, мына пікірлерге сенесіздер ме? Менің салмағым жоқ. Су тамшылары жерге емес, жоғары қарай ұшып, төбеге жабысып қалады. Қалпағым басымнан ұшып кете береді. Осы сұрақтарға мұқият мән береміз. Тапсырма. Адам қалай осындай күйге түседі? Өз ойыңды айтуға дайындал. Әрмен қарай оқулығымыздың 16-шы бетін ашып, ғарыштағы салмақсыздық мәтінін барлығымыз мұқият оқып шығайық. Бұл мәтінге тоқталатын болсақ, мәтінде ғарыштағы салмақсыздық жайлы оқып түсінетін боламыз. Бұл мәтінде бізге Юрий Гагариннің ғарышқа сапарға шыққан кезінде басынан өткен жағдайы туралы жазылған. Мәтіннен салмақсыздық деген не екенін және ғарышта жердің қалай көрінетіндігін мен қоса, ғарышта адам қандай күйде болатындығын білуге болады. Мәтінді қазақ тілінен аударған Шәріпов және Ыдырысов ағаларымыз. Барлығымыз мәтінді мұқият оқимыз. Мәтінді оқып болғаннан кейін мәтіндегі түсіндірме сөздік. Мән берейік. К.Э. Циолковский, яғни ғарышты игерудің негізін салушы ғалым. Жердегілер, бұл жерде ұшуды басқару орталығы. Әрі қарай, ғарыштағы салмақсыздық туралы ғарышкерлерге қандай сұрақ қояр едің? Өзіңнің сұрағыңды дайында. Үйге тапсырма. Мәтінді мұқият түсініп оқу, мазмұнын айтуға дайындал. Ғарыштағы салмақсыздық көрінісінің суретін салу. Назарларың